Барлықтарыңызға сәлем, күндеріңіз жақсы өтсін. Бүгін мен фирменный мантымды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, қасығымыз, араластыруға суымыз, салқын суымыз, 1 дана жұмыртқа және тұз қажет. Тұзымызды суымыздың үстіне салып, жақсылап араластыратын боламыз. Тұзымыз жақсылап ерігенше араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып қоямыз. Ал енді 1 дана жұмыртқамызды ұнымыздың үстіне саламыз. Тағы да бір араластырып, суымызды ұнымыздың үстіне құямыз. Қолымызды фук еткізіп саламыз ұнымызға. Енді жақсылап нан илейтін боламыз. Қатты қалың, қатты жұқа болмау керек, орташа қамыр шығу керек. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Осылай менде 3 жайым нан шықты. Енді нанымызды 3-ке бөлдім да, жақсылап илеп тындырып қойдым. Осылай қатты басып, жақсылап тындырып бетін жауып қойдым. Ал енді салмасын дайындайтын боламыз. Мен барлығын дайындап қойдым. Сиыр еті мен фарш, картоп, пияз, енді жуысай қостым. Тұз бен қара бұршымыз үстіне салып, жақсылап салмамызды дайындайтын боламыз. Осылай мен перчатка алып келдім қолыма. Перчаткамды киіп алдым да, жақсылап салмамызды араластырдым. Мен пиязды блендерден өткіздім. Су шығып, жақсы болып тұрды. Сіздер қолмен турайтын болсаңыздар, 1 шыны су құйып қойыңыздар. Сол кезде мантыларыңыз сочный, күшті, дәмді болып шығады. Егер фарштарыңызда майлы болмаса, сұйық май қоссаңыздар болады. Майлы болып тұрады. Ал енді нанымызды жаятын боламыз. Осылай ұн сеуіп алып, нанымызды жұқа етіп жаятын боламыз. Мен жайып, кесіп алдым. Енді мантыларымызды түйетін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қазақша каналды қолдайық. Пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Енді келесі қандай рецепт шықсын, соны жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде салатын боламын. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Жасап көріңіздер кешке асқа. Астарыңыз дәмді болсын. Ал енді мен бәрін мантыларымды осылай мантаваркаға түзіп қойып дайындап алдым. Бетіне подлип жасап, осында керемет манты жасадық. Ас болсын.